Тілге деген көзқарас, шындап келгенде елге деген көзқарас. Ана тіліміз бізді ғасырдан ғасырға, заманнан заманға аман жеткізген бірден бір барымыз да, нарымыз да. Бізге ана тілімізден асқан тарихи мұра жоқ. Әр елдегі қазақ, әр елдің тілін мақтап игерсе, ол білім. Бірақ он шетел тіліне орап, ана тілін тұншықтырып көміп тастасаң, ол кешірілмес күнә. Тарих пен тіл тамырлас. Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Біз өзіміз қазақ халқы, халық болып, ұлт болып, бәріміз тілімізді қолдауымыз керек. Және бүкіл қазақстандықтарға осы тілді қастерлеп үйретуіміз керек. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Тіл мемлекеттің тірегі. Қазақ тілі біздің қоғамды біріктіруші, әрі береке бірлікті одан әрі нығайтушы факторы. Еліміз тәуелсіздік алғалы бері мемлекеттік тіл мәселесі назардан тыс қалған емес. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы халыққа жолдауында мемлекеттік тіл мәселесіне айрықша тоқталды. Қазақ тілінің мәртебесін айтқанда басқа тілге қысым жасау деп қабылдауға болмайды. Президент еліміздегі этникалық топтардың тілі мен мәдениетін дамытуға жағдай жасай береміз деді жолдауында. Ал қазақ тілінің қолданыс аясы кеңейіп, мәртебесі артатын уақыт жетті. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. Бірақ мұндай дәрежеге жету үшін бәріміз даңғаза жасамай, жұмыла жұмыс жүргізуіміз керек. Сондай-ақ тіл үлкен саясаттың құралы екенін де ұмытпаған жөн. Ақмола облысы әкімдігінің қаулысымен Ақмола облысында Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары 2020 жылы 4 ақпанда бекітіліп, қазіргі уақытта көптеген игілікті жұмыстар атқарылып жатыр. Қазақстан көп ұлтты мемлекет, ал ел тәуелсіздігі мен қоғамдық келісімді нығайтудың ең басты кепілі ол мемлекет тілі. Биыл Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы іске қосылды. Бұл маңызды құжат. Қазақстан тұратын барлық этностардың тілдерін сақтай отырып, ұлттық бірлікті нығайтудың маңызды факторы ретінде мемлекеттік тілін толқынында қызметін қамтамасыз етуге арналады. Мемлекеттік тілдің қолдану аясын жыл сайын кеңейтіп, оны қоғамдық қарым-қатынас тілі ету бүгінгі күннің басты талабы. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді халық даналығы. Ендігі мақсат мемлекеттік тілдің маңыздылығын өскелең ұрпақтың санасына сіңіріп, қазақ тілінің дәрежесін арттыру. Қазіргі таңда өңірде мектепке дейінгі және жалпы білім беретін 609 мекеме бар. Онда тәрбиеленетін балалардың басым бөлігі мемлекеттік тілде білім алады. Бұл жалпы көрсеткіштің 61%-ін құрайды. Жалпы мектепке дейінгі білім беру мекемелері біз бүгінгі таңда 609, соның 277-сі мемлекеттік тілдегі балабақшалар. Яғни бұл үлкен сондай пайызы құрмайды, 45% құрайды жалпы балабақшалардың ішінде. Осында 32 мыңнан артық бала тәрбиеленеді, солардың 22 мың баласы мемлекеттік тілде білім мен тәрбие алуда. Бұл осымен қатар жаңа басқа ұлттың өкілдерінің балалары 1,5 мыңнан астам бала мемлекеттік тілде жаңа тәрбие мен білім алуда. Жалпы білім беретін мектептер 555, соның бүгінгі таңда 157 мектебі мемлекеттік тілде, 178 мектебі орыс тілінде, қалған мектептердің барлығы аралас жаңағы қазақ тілі және орыс тілінде. Сол осы 131 мыңнан артық бала білім алуда, соның ішінде 785 баласы бұл өзге ұлт өкілдері. Осы бұл цифрлардан айтып отырғаным, жаңа мемлекеттік тілді дамыту мақсатында жалғыз ғана мектепке дейінгі мектеп жасындағы балалар емес, бұл жаңағы қоғамның да дұрыс түсінгендігі, ата-аналар, басқа ұлт өкілдерінің ата-аналары жаңағы өздерінің балаларын мемлекеттік тілде білім алуға бағыттап отыр. Мемлекеттік тілде білім беретін оқу ошақтарының санын көбейту бүгінгі күні бұл өткір мәселенің бірі. Себебі тілдің мәселесі ұлттың мәселесі екен ақиқат. Десе де бүгінде мемлекеттік тілдің мерейін асырып жүрген өрендер көбейіп келеді. Оның ішінде өзге ұлт өкілдері де бар. Ата заңымызда жазылғандай, қазақ тілі мемлекеттік тіл болып саналады. Оны білу, қазақ тілінде сөйлеу елімізде тұрып жатқан әрбір азаматтың міндеті деп ұғынамын.
Мемлекеттің елдің болашағы тілменен тығыз байланысты. Қазақстанды өзінің туған жері деп білетін әрбір жан мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге өз ықпалын тигізу қажет. Облыстық ассамблеясының жанындағы мемлекеттік тілді насихаттау және дамыту орталығының мүшесі ретінде осы іспен айналысу мен үшін үлкен мәртебе. Тіл саласының маңызды бағыттарының бірі ономастика саласы. Ақмола облысы бойынша соңғы жылдары 1341 көше, 20-дан астам елді мекен және көптеген нысандар атауы қазақ тіліне өзгертілді. Яғни Абылай, Кенесары хандардың, Алаш қайраткерлерінің есімімен қоса ел құлағына сіңісіп кеткен жергілікті тұлғалардың есімдері тағы бір мәрте жаңғырды. 7 қазан күні үкіметтің қаулысымен Көкшетау қаласының 2 мектебіне және Степногорскінің 4 мектебіне қазақтың ұлы тұлғаларының есімдері берілді. Атап айтсақ, Көкшетау қаласының номер 3 мамандандырылған мектеп-интернатына Абай Құнанбайұлының есімі берілсе, IT мектеп-лицейіне Әл-Фарабидің есімі берілді. Бұндай мәселе алдағы уақытта да өзінің жалғасын табатын болады. Жалпы облыс бойынша осы соңғы 3 жылда 23 елді мекен және 750-ге жуық көшенің атауы қайта аталды. Сонымен қатар, өңірдегі тілдерді оқыту орталықтарының мамандары да мемлекеттік тілдің дамуына сүбелі үлес қосуда. Қазіргі таңда облыс бойынша 19 оқу әдістемелік орталығы жұмыс істейді. Онда 340 топ құрылған. Бүгінде 4000-ға жуық адам білім алады. Қазіргі таңда республика бойынша 99 оқыту орталығы болатын болса, соның 19-ы Ақмола облысында бар бізде. Оқытушылардың барлығы білікті мамандар, жоғарғы санаттағы, арасында 4-5 магистрлеріміз бар. Жалпы оқыту бағдарламасы 2013 жылы шыққан қазтест жүйесі бойынша оқытып келе жатырмыз. Енді алдымызға қойып отырған мақсат қазіргі кездегі ең үлкен мынау 2017 жылы елбасымыз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлының болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген бағдарламаның негізінде осы қазақ әліпбиін латын әліпбиіне ауыстыру жөнінде ұсыныс берген болатын. Осы салада өзіміздің Ахмет Байтұрсынов атындағы Алматыдағы тіл институты, Мәдениет министрлігі тіл комитетінің Шайсұлтан Шаяхметов атындағы ғылыми әдістемелік орталығының ғалымдары жиналып 4 үлкен топ құрып, осы мәселені қарастырып жатыр. Осы уақытқа шейін осы 3 жылдың ішінде 3 нұсқасы келіп түскен болатын, бірақ та сол 3 нұсқасы 3 түрлі болды. Жаңа диграф дейді, умляут дейді, тағысы солайынан. Алайда енді елбасының мәдениет министрлігімен кездескендегі айтқан бір сөзі есімде менің. Сонда ол кісі айтады, осы тіл латын әліпбиі бұл болашаққа керек. Сондықтан да бұған енді асықпай зерттеп, зерделеп барып, содан кейін халыққа сұнуымыз керек дейді. Сонымен енді қазіргі таңда енді бар күтіп отырғанымыз осы латын графикасының жаңа әліпбиі. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен қазақ тілінің латын графикасы негізінде әліпбиін жетілдіруге қатысты өңірдегі жұмыс қызу, яғни белгіленген тәртіпке сай бекітілгенге дейінгі кезеңде барлық ұйымдардың көрнекі ақпаратын, мекеме атауларын және басқа да деректерді латын графикасына негізделген әліпбимен жазу мәселесіне тоқтам қойылды. Алайда қазақ тілін латын графикасына көшіру мәселесін насихаттау жұмысы тоқтатылған жоқ. Сонымен қатар 1-тоқсанның қорытындысы бойынша мемлекеттік мекемелердегі құжат айналымының қазақ тіліндегі үлесі 97% құрады. Қазақстан Республикасының ата заңы Конституцияның 7 бабына, сонымен қатар тіл туралы заңның 4 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі деп нақты көрсетілген. Сонымен қатар осы заңдардың талабына сәйкес мемлекеттің бүкіл аумағында қолданылатын басқару, заң шығару, сот істерін және іс қағаздарын жүргізу тілі деп нақты көрсетілген. Бұл дегеніміз бүгінгі күні біздің бүкіл жаңағы заң шығару, басқа да билік орындары мемлекеттік тілде сөйлеу керек. Алайда өкінішке орай осы заң талаптары орындалмай жатады. Сондықтан да бүгінгі күні біз Ақмола облыстық соттары елбасымыздың тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың, ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бүгінгі алдымызға қойып отырған заңның үстемдік құру мәселесінде осы тіл туралы заңның үстемдік құруын қамтамасыз ету үшін біраз іс-шаралар атқарып жатырмыз. Статистикаға жүгінетін болсақ, осыдан 3 жыл бұрын барлық қаралып жатқан істердің облысымыздағы 1,3% ғана мемлекеттік тілде қаралса,
бүгінгі күні бұл көрсеткішіміз 8%-дан асып отыр. Әрине, бұл аса бір ауыз толтырып айтатын мәселе емес, дегенмен де ілгерілеушілік бар. Осы қарға қадаммен де ақырын жылжи беретін болсақ, осы біраз жылдарда бұл мәселенің шешуі табылып қалады деп есептейміз. Қоғамның дамып өзгеруі, мәдениеттің өркендеуі тіл деңгейімен таразыланады. Сондықтан да қазақстандықтардың басын біріктіруші мемлекеттік тілдің өркендеуін ұдайы басты назарда ұстауымыз керек. Бұл қоғамымыздың әрбір мүшесі үшін де, баршамыз үшін де адамгершілік және азаматтық парыз.